Ауыл аманаты, бабалар аманаты ақпараттық насихат экспедициясы Алға ауданына барды. Экспедиция мүшелері алдымен Тамды ауылына табан тіреді. Ауылдық мәдениет үйінде өткен жиынға округке қарасты елді мекен тұрғындары қатысты. Экспедицияны бастап барған Ақтөбе медиа серіктестігінің директоры Раукен Отыншин сапардың мақсатын түсіндіріп, облыс әкімі Ералы Тоғжановтың ыстық ықыласын жеткізді. Серіктестік атынан алғыс хаттар тапсырды. Сондай-ақ әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы, облыстық мәслихат депутаттары, ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары жобаның мақсатын, несие алудың алғышарттарын түсіндірді. Мамандарға тұрғындар көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойып, тұшымды жауап алды. Аталған бағдарламаның басты мақсаты ауылда кәсіпкерлікті дамыту, азық-түлік қауіпсіздігін сақтау. Бағдарлама бойынша облысқа 6 миллиард 515 миллион теңге бөлінген. 1337 жоба қабылданса, оның 484-і мақұлданған. Бағдарлама аясында жеке кәсіпкер 7 миллион 600 мың, ал кәсіпкерлік корпорациясын құрғандар 27 миллион теңгеге дейін несие ала алады. Кепілге кәдімгі саман кірпіштен салынған үй мен жылжитын, жылжымайтын мүліктерді де қоюға болады. Әрі 2,5% берілетін несиенің төлем уақытында кәсіпкер өзі белгілейді. Жоба бойынша ауылда жоқ кез келген кәсіп түрін қолға алуға болады. Жалпы бағдарламаның ауыл халқы үшін тиімділігі зор болып тұр. Алғалықтар да осы мүмкіндікті пайдалануға тырысып жатыр. Мал, көкөніс, егін шаруашылығымен айналысатындар көп. Жоба басталғалы құс, ешкі өсіруге ниеттенгендердің қатары артқан. Мәселен, Алға қаласының тұрғыны Байрамбай Қадырханов ауыл аманаты бағдарламасы туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан естіп, әкімдікке хабарласқан. Көп ойланбастан үйін кепілге қойып, 8 миллион теңге кредит алыпты. Апрельде құрылысы басталып, кеше майда аяқталып, майда бұл егіс 28 майда егілді. Бұл қазіргі жағдайда осы бір айдың ішінде. Ауыл аманаты не қылды? Жақсы бағдарлама, 2,5% деген ондай пайызда кредит. Күшті. Бір жыл каникулы бар. Қазір аумағы 200 шаршы метр жерде қияр өсіп тұр. 15 күннен кейін алғашқы өнімді жинайды. Түскен өнімді өткізу жағынан да мәселе жоқ. Жергілікті әкімдік ауылдан артылып қалған өнімді аудан орталығы мен облыс орталығына апарып сатуға жағдай жасайды. Байрамбай бұған қоса тағы бір жобаны қолға алған. Үйінің жанынан шағын дүкен ашпақ. Жылыжай ісіне қызығушылық танытқандардың бірі Талғат Ахметов. 26 жастағы жігіттің негізгі мамандығы инженер. Өз саласы бойынша қызмет етіп, қосымша кәсіп бастауды жөн санапты. Келіншегі екеуі қияр егіп, жылыжай ісін жолға қойған. Теплица жөнінде қарап, ашқым келіп жүреді. 8 миллион алдық. 8 миллион теңге осы полностью бизнес планымен бәрін ұйымдастырып. Жастарға үлкен көмек деп ойлаймын. Елімізден көрсетіліп жатырған. Өйткені қазіргі таңда енді бір ғана жұмыспен алға жылжу қиындырақ қой. Сол себепті қосымша тағы да табыс көзі болу керек деп ойлаймын. Алдағы қарай көптеген белестерді бағындыру үшін, жаңағы жақсы тұрмыс тіршілік жасап өмір сүру үшін әрине осындай дүниелерді пайдаланған дұрыс. Оның өзінде 2,5% деген ол дымды емес деп ойлаймын. Ауыл аманаты жобасы арқылы дәстүрлі емес шаруашылық түрлерін де дамытуға болады. Уния Ахмединованың мамандығы логопед-дефектолог. 2016 жылдан бері сала бойынша ізденіп, шетелде білімін жетілдірген. Мәскеуде оқыпты. Осыдан 3 жыл бұрын Алғада кәсібін дамытуды қолға алған. Биыл балаларды түзету дамыту орталығын ашты. Орталықтың жұмысын одан әрі жетілдіру үшін ауыл аманаты жобасына қатысқан. Бұл жұмысымды мен Алғаға 2020 жылы келіп, бірінші бір кабинетім болды, әрине бір кабинеттен екінші кабинетке, содан кейін 2023 жылға осындай үлкен ғимарат ашқан болатын, даму түзету орталығы балаларға. Әрі қарата осы орталықты маған жан-жақты көркеюіне, жан-жақты дамуыма ауыл аманаты 2,5% несие алу арқылы осы жобамды әрі қарата алып кетуіме көмектесті әрине. Бұл жерде денсаулығында ақауы бар балалар ем алады. Қазірдің өзінде 3000-ға жуық бала тіркелген. Орталықта 8 адам жұмыс істейді. Жалпы Алға қаласы бойынша 34 жоба тапсырылған. Бүгінгі таңда оның 24-і мақұлданыпты. Соның ішінде 8 жылыжай бар, ал 7 жоба құс шаруашылығы бойынша іске қосылмақ. Экспедиция мүшелері Алғадан 25 шақырым жердегі Есет Батыр ауылына барды. Ауыл маңында ағып жатқан Тамды өзені құс шаруашылығын дамытуға қолайлы. Осыдан 3 жыл бұрын ерлі-зайыпты Феруден Намазоғлы мен Людмила Сүлейменова құс өсіру үшін облыс орталығынан осы жерге қоныс аударыпты. Қазір қорасында 1600 қаз, 650 үйрек пен 300 тауық бар. Құс шаруашылығымен 7 жылдан бері айналысып келеді. Биыл ауыл аманаты бағдарламасының арқасында қаз үйректің санын арттырған.
Мы взяли кредит 7 Ауыл аманаты миллионов. жобасы бойынша И вот 7 миллион поэтому теңге несие больше алдым. Оның птицы, басым почти бөлігін в 2 қазы алуға раза жұмсадым. больше мы Күйеуіміз взяли в екеуміз этом году осы іспен птицы. айналысамыз. Дети все Балалар работают, жұмыста. Тұрақты трое сатып детей. алушыларымыз бар. Ал Гүлден Берғазинаның ауыл аманаты жобасы арқылы жеке кәсіппен айналысқанына 1 жылға жуық уақыт болған. 2 миллион 700 мың теңге несие алған, қаражатты құс шаруашылығын дамытуға жұмсады. Мен құсты 160 несушка алдым. Сосын балапан, қаздың балапанын қаз алдым. Әйтеуір, осы құс шаруашылығымен өзім айналысқым келеді. Алға ауданында ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 147 жоба ұсынылған. Оның 104-і мақұлданып, 34 адам несие алған. Аймақта шағын және орта бизнеспен айналысқысы келетіндердің қатары көп. Ал бағдарлама бойынша түсіндіру жұмыстары бұдан әрі жалғаса бермек. Ақтөбе медиа YouTube арнасы, Кәмшат Сексенбай, Аян Аманғали.